Массив элементтерін сұрыптауға массивтің элементтерінің өсу немесе кему тәртібімен орналасу жатады. Сұрыптау массивтің элементтерін түрлі әдістермен ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Көпіршікті сұрыптау деп аталатын сұрыптау әдісін қарастырайық. Python тілінде жазылу алгоритмі мен программалау түрі көрсетіледі. Реттелген массив бастапқы тізбек тұрған жадыда құралады. Бұл әдістің мақсаты көршілес тұрған элементтерді бір-бірімен салыстыру болып табылады. Әрбір қадам жаңа жүйеліліктен басталады. Массивтің бірінші элементі екіншісімен салыстырылады. Егер олардың арасындағы реттілік бұзылса, орындарын ауыстырамыз. Содан кейін екінші мен үшіншісі, үшіншісі мен төртіншісі және тағы сол сияқты массивтің соңына дейін салыстырылып, жұптағы реттелмеген элементтердің орындары ауыстырылады. Нәтижесінде бірінші қадамнан кейін ең үлкен элемент массивтің ең соңына жазылады. Әрбір элемент қалқып жоғары шығып отырады. Сол себепті бұл сұрыптау көпіршікті деп аталады. Келесі қадамда 1-ден n-1-ге, одан кейін 1-ден n-2-ге, осылай соңына дейін тізбек қарастырылады. Әрбір қадамнан соң элементтердің орын ауысқандығын тексеруге болады. Егер жоқ болса, сұрыптау аяқталды деген сөз. Python программалау тілінде өсу реті бойынша sorted функциясы арқылы жүзеге асырылады. Тізбектің элементтерін кері тәртіпте көрсету үшін реверс пайдаланылады. Алдарыңызда өсу реті бойынша мысалда mylist, яғни 2, 6, 9, 1, 3, 7, 4 элементтер белінген, аны sorted, яғни mylistті өсу реті бойынша сұрыпта деп сипаттап тұр. Print аны шығару керек. Сонда нәтижесінде өсу реті бойынша көрсетеді. Келесіде кему реті бойынша мысалда, яғни mylist атауына 2, 6, 9, 1, 3, 7, 4 деген элементтер берілген, sorted, яғни mylistті және reverse, яғни кері тәртіп бойыншаға ақиқат қойып тұрып, true деп нәтижесінде кему реті бойынша көрсететін болады.